Кезекті жөндеуде Mitsubishi L200 автокөлігінің генераторы толығымен ашып алдым. Полный прозвонкілеп қойып тұрмын. Ротор жақсы 0,2,5 Ом көрсетіп тұр. Обмотка жақсы, диодный мосты плюске де минусқа да 347-362 сопротивление көрсетіп тұр. Тағы да қасына бір генератор релелер алып келді. Мына реле жасамайды, блок питания көрсетпейді вообще. Өзіне түскен релесі де жасамайды, бұл да блок питания көрсетпейді. Бөлек бір жатқан реле бар еді, тексеріп қойдым. Блок питания шығып тұр. Бірақ бұл 15-те 9, 16 вольтта айырып тұр. Негізі 15,5, 15-те айыру керек. Осы релені салып, блок питания көрсетіп тұрған. Генераторды тазалап, толығымен қазір жинап, тексеріп көретін боламын. Генераторды толығымен тазалап, ашып тұрғаннан кейін подшипниктеріне май салып жібердім. Многоцелевой водостойкий смазка деген бар. Екі подшипникте де. Сосын бұның басты жерлерінде массалар, сосын контакт алатын жерлер ғой. Мана блок питания көрсетіп тұрған релені салып, мына жерден пайкілеп қойдым ішін, әдемілеп. Қазір енді генераторды жинап, тексеріп қоятын боламын. Генераторды толығымен жинап, әкеліп тексеруге қосып қойдым, үсті әкеліп қойдым. Аккумулятор состояниесі, возбуждение, щитокта аккумуляторның светі. Анжайлап қосып көреміз. Бисмилля. Генератор стабильно 15-те 4 зарядка беріп тұр. Бұл генераторлар мазгамен жұмыс жасайды. Сол себепті мазгадан мына жеріне тағы да плюс келеді, зарядканы 14-те 4-ке түсіру керек негізінде. Сол себепті генераторды машинаға салып қараймыз. Сол жерден анықталады, нақты жасайтын, жасамайтыны. Қазір генератор жақсы жұмыс жасап тұр. Кезекті жөндеуде Mitsubishi L200 автокөлігінің генераторы толығымен ашып, тексеріп қойып тұрмын. Бұның енді состояниесі деген кішкене шіріп кеткен. Мынаның бәрі жабысып шіріп шықты. Бөлшек болып диодный мост пайда аспайды вообще. Артының бәрі деген ондай жабысып жатыр. Окисление болды. Соған қарамастан бұның ротор жақсы. 0,2,7 Ом көрсетіп тұр, обмоткасы жақсы. Реле регуляторын тексеріп қойып тұрмын. Реле регуляторы блок питания шығып тұр. 6 ваттық лампочканы жағып тұр, бірақ мына шөткерек кіп кішкентай болып қалған. Сол себепті бұған диодный мостын ауыстырып, толығымен тазалап, подшипниктерінде шум бар. Соған май салып, қайтадан жинап тексеріп көру керек болады. Генераторды толығымен тазалап жинауға дайындап қойдым. Ашып тұрғаннан кейін подшипниктеріне май салып жібердім. Многоцелевой водостойкий смазка деген бар. Жұмсап қалды. Сосын мынау артындағы новый диодный мостын отырғызып, сықитып тұрып пайкілеп, реле регулятордың ішіндегі шөткісін алып тастап, ана ұзын шөткіні әкеліп салып пайкілеп қойдым онда да. Сықитып бәрін келтіріп қойдым, тазалап, массаларын бәрін ашып. Қазір мынаны жинап, тексеріп көретін боламын. Генераторды толығымен жинауға әкеліп тексере қосып қойдым, плюсті әкеліп қойдым, возбуждение әкеліп қойдым, аккумулятордың состояниесі. Бисмилля, қосып көреміз. Генератор стабильно 15-те 3 зарядка беріп тұр. Бұл генераторлар мазгамен жұмыс жасайды. Сол себепті мына жерде екінші плюс келген кезде мынау 14-ке түсіру керек негізінде. Сол подшипниктеріне май салып жібергеннен кейін генератор тып-тыныш жақсы жұмыс жасап тұр. Кезекті жөндеуде Mitsubishi автокөлігінің генератордың подшипнигінде шум бар қатты. Сосын стендке салып тексердік, зарядка дұрыс көрсетпей тұр. Толығымен ашып прозвонка жасап қойдым. Бұның ротор жақсы. 0,2,9, 0,3 Ом көрсетіп тұр. Обмоткасы жақсы, диодный мост жақсы. Диодный мост плюске де минусқа да 304-311 аралығында сопротивление көрсетіп тұр. Бұның енді күмәнға түсіп тұрған жері мына реле регулятор. Шөткісі ұзын екен бар, соған қарамастан реле регулятор алдап тұрма деген ойдамыз. Сол себепті оны подшипнигін ауыстыру керек, реле регуляторын ауыстыру керек, сосын қайтадан жинап, толығымен тазалап, тексеріп көру керек. Генератордың новый реле регуляторы келді, Mobilotrон фирмасынан. Ішіне салып, келтіріп, бекітіп, ішінің бәрін пайкіліп, сығайтып. Подшипниктер келді, подшипниктер NSK фирмасынан, японский. Артқы подшипнигі отырғызып қойдым, алдыңғы подшипнигі. Қазір жинап, тексеріп көретін боламын.
Генераторды толығымен жинап тексеруге қосып қойдым, плюсты әкеліп қойдым, возбуждение әкеліп қойдым. Щитокта аккумулятордың светі, аккумулятордың состояниесі. Бисмилля, қосып көреміз. Генератор стабильно 14-те 5 зарядка беріп тұр. Щитоктағы свет генератор қосылған кезде сөніп, генератор сөнген кезде қайттан жанып тұр. Подшипниктерін ойдан салып жүргеннен кейін генератор тып-тыныш, өте жақсы жұмыс жасап тұр.